Құрметті достар, Кәусар Жетіген Project атты жаңалығымызда, жобамызда сіздерге арнап Жетіген аспабының орындау әдісін, ән күйлерді үйреніп қалай лайықтау керектігін және де жалпы аспапты меңгеру жолдарын тегін сабақ ретінде таратқалы отырмыз. Алғашқы жетігенге келген адам қорқынышын білдіреді. Үлкен аспапты, көпшекті аспапты қалай ұстаймын, оны қалай меңгеремін, қалай үйренемін деген қорқыныш сұрақ әр орындаушыда тұрады. Ал сіздер қорықпаңыздар. Сіздер еркін келіп отырасыңыздар, алдыңызға жайып жатқызасыздар бұл аспапты. Ал одан кейін қолды жай ғана қоясыздар да, ол қолды қалай қою керек деп ешқандай басты қатырып керек жоқ. Ол тек қана жетігеннің бетіне жатқан кезде жай қолыңызды жылжытып қана мына шынтақты көтерген кезде қолы өзі қойылады екен. Және әдемі қойылады. Саусақты өздеріңізге ғана тартасыздар. Әр саусақты әр шекте. Сол кезде жетігеннен әдемі сызылған нәзік үндер шыға бастайды. Енді өздеріңіз осыны жайлап қайталап көріңіздер. Тамаша, көрдіңіздер ме? Тіпті қиындығы жоқ, өте оңай. Кейін үйренетін жаттығулар, әндер, күйлер, шығармалардың барлығы осы іліп алу әдісімен болады. Сондықтан бұл сабаққа мұқият қарап, толыққанда үйреніп алыңыздар. Жетіген ойнауда 4 саусақ қолданылады. Іліп алу кезінде ішекті саусақтың жұмсақ ұшымен, яғни саусақ жастықшасымен өзіңізге қарай жеңіл тартыңыз. Ең маңыздысы тырнақпен ойнамаймыз. Енді кез келген ішекті таңдап, өзіңіз іліп ойнап көріңіз. Саусақты ішекке қойып, өзіңізге қарай жеңіл іліп алыңыз. Тағы бір рет қайталап көріңіз. Шынтағыңызда, иығыңызда, білектеріңізде артық күш болмауын қадағалаңыз. Күштің барлығы тек қана саусақ ұштарында сезілу керек. Егер сіз жетігенді енді үйреніп жатсаңыз, бірден таза, әдемі дыбыс шықпауы қалыпты жағдай. Сондықтан алғашқы күндері келесі жаттығуды жиірек орындауға кеңес беремін. Сол қолдың алақанымен ішектерді жеңіл басып тұрыңыз. Бұл жағдайда ішек дыбыс шығармайды. Ал оң қолмен іліп алу қозғалысын қайталай беріңіз. Ал қазір бірге жасап көрейік. Сол қолымызбен ішектерді басып тұрамыз, жеңіл ғана қатты мұжбаймыз. Ал оң қолымызбен бір келкі осы іліп алу әдісімен ойнаймыз. 1, 2, 3, 4. Керемет. Қолымызды жаттықтыруды кез келген жерде жалғастыруға болады. Ал қазір сізге қолыңызда жетіген болмаған жағдайда жасайтын жаттығуларды көрсетейін. Үстелге дұрыс отырыңыз. Қол қойылымын дәл аспаптағыдай сақтаймыз. Енді үстел бетін немесе тізеңізді жетіген ретінде елестетіңіз. Ал саусақтарымен үстелді фортепиано пернелерін басқандай қимылдатамыз. Бұл жаттығулар сіздің саусақтарыңыздың икемділігін арттырып, қозғалыс еркіндігін қалыптастырады. Енді саусақтардың жылдамдығын арттыруға арналған техникалық жаттығуларға кезек берейік. Қазір 8-ші ішекті, яғни до нотасын санап алыңыз. До нотасына бас бармақтан бастап 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші саусақтарымызбен ноталарды кезек-кезек ойнаймыз. Яғни 8, 9, 10, 11-ші пернелерді ойнаймыз. Енді бір шекке жоғары шығамыз. Сонда біздің жаттығуымыз келесідей болады. Осылай бір шек көтеріліп, ішектеріңіз біткенше жалғастырасыздар. Ал енді өзіңіз қайталап көріңіз. Ал енді дәл осыны сол қолыңызбен ойнаймыз. Бірақ та бұл жолы бас бармағымыз 1-ші, ең астындағы 1-ші до нотасынан бастап, дәл осылай жоғары қарай ойнаймыз. Енді өзіңіз қайталап көріңіз. Егер алғашында шатасып кетсеңіз, уайымдамаңыз. Бұл қалыпты жағдай. Бірнеше күн тұрақты қайталағаннан кейін әлде қайда жеңіл орындала бастайды. Әдемі орындаушылық жылдамдықтан емес,
дұрыс қалыптасқан техникадан басталады. Сондықтан әр жаттығуды асықпай, сапалы орындауға тырысыңыз. Сабақтан алған нәтижеңізбен біздің Telegram чатымызда немесе Instagram парақшамызды белгілеп, бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің жетістігіңіз біз үшін үлкен қуаныш. Сәттілік тілейміз, келесі кездескенше.